Құрметті әріптестер, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетудің бизнес процестерін түсіндіруді жалғастыруда. Біз медициналық қауымдастықты қолдау инфо ақпараттық алаңындағы ашық сұхбатқа белсенді қатысуға шақырамыз. Сіздердің назарларыңызға амбулаторлық емханалық ұйымдарға жүгіну себептері туралы түсіндемелерді ұсынамыз. Жалпы 25 себеп анықталған, олар 6 топқа біріктірілген. Бұл сізге медициналық ұйым ішінде науқастың бағытын құрылымдауға және белгілеуге мүмкіндік береді. Бірінші топ ауру, екінші топ жарақат, үшінші топ профилактика, төртінші топ динамикалық бақылау, бесінші топ медициналық және әлеуметтік қызметтер, алтыншы топ әкімшілік. Жүгіну себептері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2015 жылғы 28 сәуіріндегі номері 281 медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету ережесін бекіту туралы бұйрығымен Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2019 жылғы 29 тамызындағы номері 122 өзгертулерімен бекітілген. Әр топта себептердің ішкі тобы көрсетілген. Оларға сәйкес белгілі бір медициналық қызметтер көрсетіледі. Иммундық профилактика себебі, жүгіну себебі. Вакцинация алдында медициналық санитарлық алғашқы көмек маманы қабылдау бойынша қызмет көрсетуді, вакцинацияның өзін жүргізу, егуден кейін медициналық санитарлық алғашқы көмек маманының қарап тексеруін қамтиды. Профилактика тобынан жүгіну себебі скрининг Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің номері 685 бұйрығына сәйкес профилактикалық қарап тексерулерге жататын мақсатты топтардың қатарындағы пациенттің жоспарлы түрде баруы көрсетіледі. Скринингтің әр түрінің өзіндік қызметтер тізімі, медицина қызметкерлерінің қадамдық алгоритмі бар. Скрининг 2 кезеңнен тұрады. Білу маңызды. Скринингтің бірінші кезеңінің медициналық санитарлық алғашқы көмек мамандары жан басына шаққандағы кешенді норматив аясында жүргізеді. Қызмет көрсету фактісі тіркеледі. Екінші кезең мамандандырылған кезең, бейінді мамандардың қатысуын және белгілі бір зерттеулер жүргізуді талап етеді. Сәйкесінше ақпараттық жүйеде бағыт құру және оны қамтамасыз етуді растау қажет. Емдеу себебінің тобына байланысты қызметтердің көлемі анықталатынын түсіндіреміз. Сонымен жүгіну себептер тобы аурулар, жүгіну себебі стоматологиялық көмек, қызметтер көлемі жоспарлы стоматологиялық көмек немесе шұғыл стоматологиялық көмек тізімімен анықталады. Стоматологиялық қызметтер емдеу тобының құрамына тек 2 қызмет кіреді. Ауыз қуысын профилактикалық тексеру және ауыз қуысын күтуге арналған санитарлық гигиеналық дағдыларды үйрену. Науқастың жүгіну себебін ақпараттық жүйеде дұрыс көрсету өте маңызды. Біздің каналға тіркеліп, ұсынылған ақпаратты бағалаңыз. Ұсыныстар мен сұрақтарыңызды қалдырыңыздар.